BMW E34 автокөлігінің компьютерін прошивка жасап жатырмыз. Компьютер бізде Siemens MS40.1 деген компьютер. Ескі көліктердің прошивкасын не үшін жасайсың, мағынасы қандай, ескі болып кеткен деген комментарий болады. Соған алдын ала жауап беріп кетейін. Siemens немесе Bosch деген компьютер болады. Bosch деген Bosch деген компьютерде Bosch валюметрі болады. Siemensте Siemens деген валюметрі болады. Бұларда валюметр таптыртпайды. Жасамаса көлік бензинмен қызбайды, сөніп қалады, расход көп болады, сондай бір проблемалары көп кездеседі. Сондықтан бір прошивка таптық. Міне программа чибі, флешкасы, флеш-карта мына жерде тұрады, флеш память. Әр уақытта компьютер прошивка жасайтын болып жатсаңыз, мына BMW-ның әсіресе компьютердің суреті керек болады, лейбл дейді ғой. MS40.1. Бұл жерде Bosch деген 0261 дегенді жіберсеңіз болады. Соған қарап прошивка подбор жасап бере аламыз.